Түлкі мен қоян. Ұзын құлақ сұр қоян қашып келіп, бұта түбінде бұғып отырған. Бір қу түлкі оның ізіне түсіп, қуып келе жатқан. О бәле ақырын аңдып келді де, қоянды тарпа бас салып, «Аха, қолға түстің бе бәлем?» деді. Сол кезде қоян көкке қарап, «О, түке, құрыдық, енді екеуміз де өлетін болдық», деп жылап жіберді. «Ей, сен не айтып тұрсың?» деді түлкі. «Ойбай-ау, ана бұлттың арасында екі бүркіт келе жатыр бізге». Бүркіт десе өлердей қорқатын түлкі, «Не дейді мынау?» деп шошып кетті. «Бүркіт келе жатыр дедім ғой, бүркіт!» деді қоян онан сайын еңіреп. Түлкі қайтерін білмей қатты сасып, «Әй, енді не істейміз?» деді қоянға. «Сіз мына тұрған орманға қарай қашыңыз, мен оларды осында айналдыра тұрайын». Түлкі қоянды тастай салып орманға қарай безе жөнелді. Қоян қуана секіріп, «Ух, бір ажалдан қалдым-ау» деді.